Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 Власенфо көрермендері. Біздің Талдықорғанның Рублевкасына келіп тұрмыз. Мықтыларының, қаймақтарының, дүлдүлдерінің, менмін деген байларының, оның ішінде шын байлары бар, байшыкештері бар, байсымақтары бар, халықтың ақшасына байғандар бар. Халықтың ақшасына осындай небір бақты-мықты сарайлар салып тастаған деген сияқты. Мына үй Чүкенбаева Алия деген азаматша, барлықтарыңыз білесіздер, маған кезінде 2016 жылы жалған арыз жазып, бәленбай $1.345 мың бердім деп, шын мәнінде ол ақша қалтасында қалып, осындай үй соғып, бүгінде ол Чүкенбаева Алияның ісі сотқа өтіп, енді жаңа Қазақстанның соты қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Соттардың бәрін сатып алдым деп жатыр, ақша беріп қойдым деп жатыр. Сот түгімен сатылатынына мен күмәнім жоқ жалпы. Өйткені кінәлі болса да, мысалы, кінәсі дәлелденген ЖКХ-ның қызметкерлерінің өзін босатып жіберіп, осы Чүкенбаева Алияның жанында Жапарова Назгүл деген ханымды бәріңіз білесіздер тағы да. Ол кісінде соттар үйіне босатып жіберген. Яғни соттар осы жолы да кінәсі 100% дәлелденген адамдардың өзін босатып жібереді, менің күмәнім жоқ. Чүкенбаева Алияның туыстарының айтысы бойынша, енді біздің Ұзынқұлақтан жеткен ақпарат, осындай бірнеше пәтер, бірнеше үйлері бар, соның бәрін сатып, соттарды толығымен сатып алып, соттар 100% жауапкершіліктен босатады деген сыбыс бар. Қауіп деп те айтсақ та болады, бірақ мен соттардың сатулы екеніне көзім жетті. Жетісу облысының соттары адам тағдырын ақшаға толықтай шеше алады деген күдік бар. Сондықтан жаңа Қазақстанға біздің соттар ілікпейді. Басқа облыстарда болса бар шығар, әділ қазылар, бірақ бізде ондай қазылар әлі жоқ. Чүкенбаева Алия егер босап кететін болатын болса, онда әңгіме басқалай болады. Нақ басқалай болады. Әзірге енді бізде амал жоқ. Сол соттардың қара мантиясын беріп қойып, президент оларға шынайы жүкті артқанмен, олар өзіне бұрмалап, сол мантияларын кері пайдаланып, соған шын ақшаға толтырып, ақшамен шешіп атқан жағдайлар да бар. Мен өзім жалпы соттарға сенбеймін. Мен олардың иттігінің қаншалықты екенін көзім көрді. Өзім тағдырым көрдім мен соттың кім екенін. Ал енді қазіргі уақытта бірдеме өзгерді ме десем, одан да жаман болып кеткендей. Жаңа Қазақстанда тергеу жауып тастап, прокуратура қолдап, соттар жібере салғанды да көрдік. Яғни бүгінгі күнде әділеттіліктің бәрі сатулы деген ақпарат нақтыланатын секілді. Мынау үй көптеген адамдардың көз жасы, көптеген адамдардың ақысы деп ойлаймын өз басым. Енді соттарға бұл үйдің құнын бере салса болғаны шығар деп те ойлаймын. Халықты ойлап атқан сот жоқ жалпы. Енді сонымен қатар Чүкенбаева Алияның балаларына келетін болсақ, негізі қылмыстық іс қозғалған кезде, сол істе, мысалы, әлбетте балалар шешесі үшін жауапты емес, бірақ менің кезімде, мен жапқан кезде, менің бүкіл туысқандарымды шектеп, барлығына шектеу қойып тастаған еді. Ал бұл кісінің баласы ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс жасаған, әлі де жасап келеді екен. Мен ойладым, ол кісіні до выяснения обстоятельств, жаңағы қылмыстық іс мәресіне жеткенше жұмыстан шектетіп қоя ма десем, текелі деп айтайық, текелі деп естідім. Осы маңайға бір ауданға ауыстырып жіберіпті ғана болды. Ал енді қылмыстық іске ол кісі тосқауыл болып жатыр ма, таныстарды қосып жатыр ма? Яғни ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі әділеттілік үшін емес, қылмыстың бір шетін бірге көтеретін секілді болып көрінді бізге. Сондықтан енді соттардан әділеттілікті өз басым күтпеймін. Шынайы айтайын. Чүкенбаева Алия дүниелерінің бәрін сатып,
солардың аузы мұрнына толтырып бостандығын сатып алып қойды десе де мен оған күмәнданбаймын. Сот мырзалар, ренжімеңіздер, сіздерге деген сенім жоқ. Бүкіл жаңағы потерпевшілер осы уақытқа шейін жаңағы жәбірленушілер маған хабарласып келе жатыр ғой. Сіздер егер әділетті болсаңыздар, сондай жағдай болмайтын еді. Бәрін далаға жіберіп қойсаңыздар да, енді сіздерде ұят жоқ, мен нақ білем. Мен өз басым Жетісу облысының сотына сенбеймін. Чүкенбаева Алияны ақша үшін босатып жібереді деген қауесет қазір маған жетті. Оның шындық құласатынына да мен күмәнім жоқ. Құны, әркімнің құны әртүрлі шығар. Мүмкін бостандығын сатып алып қойғаны ақиқат болып шығар. Сондықтан сол ақиқаттың жоқ екенін бірге көреміз, енді басқа амал жоқ.